Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мемлекеттік пландық және биіктіктік торлар, олардың ғылыми және тәжірибелік мәндері. Дәрістің жоспары геодезиялық торлар туралы жалпы мәлімет. Геодезиялық торларды құрудың тарихына қысқаша тоқталамыз. Ары қарата геодезиялық пункттер мен белгілер және олардың түрлеріне тоқталамыз. Кейін геодезиялық траекторияларын құрудың негізгі принциптері, геодезиялық торлардың жіктелуі, пландық геодезиялық торлардың құрудың әдістері мен олардың дәлдігін, сондай-ақ биіктік геодезиялық торлардың құру әдістері мен олардың дәлдігіне тоқталамыз. Сонымен қоса геодезиялық жиілету торларына тоқталамыз. Және ең соңында спутниктік қалалық желілердің техникалық сипаттамаларына тоқталатын боламыз. Жалпы геодезияның негізгі міндеттерінің бірі ол жер бетіндегі нүктелердің координатасын анықтау. Яғни координата деп тұрғанымыз ол нүктенің x-y координатасы мен биіктігі, абсолюттік биіктігі яғни. Координаталарды анықтау үшін бізге міндетті түрде кем дегенде 2 немесе одан да көп координатасы белгілі геодезиялық пункттерден негіз алу қажет. Және де бұрыштық сызықтық биіктіктік өлшеулерді орындай отырып, осы геодезиялық пункттерге байлана отырып, кез келген келесі нүктелердің координатасын анықтаймыз. Ал осы геодезиялық пункттердің жиынтығы бізде мемлекеттік геодезиялық торды құрады. Суретте сіздерге мемлекеттік геодезиялық тордың түр сипаты берілген. Ары қарата бұл суретке әлде алдағы дәрісте ары қарата тоқталатын боламыз. Жалпы геодезияның дамуы уақыт өте келе геодезиялық траекторияларын құру дәлдігіне қойылатын талаптардың үздіксіз өзгеретіндігін көрсетеді. Сондықтан еліміздің торларын әр уақытта заманауи талаптарға сай болуын қамтамасыз ету үшін міндетті түрде келесідей іс-шаралар орындалып отыруы қажет. Біріншісі ол барлық тор пункттерін жүйелі түрде далалық бақылап отыру қажет. Бақылау нәтижесінде жойылған пункттерді қалпына келтіріп, қалпына келмейтін пункттердің орнына жаңадан пункттер құрылып отырады. Жер қыртысының қозғалысы байқалатын аймақтарда бақылау жиілігін жоғарылатып, мезгіл сайын қосымша қайталама өлшемдер жүргізіп отыру қажет. Және де тағы бір мәселе ол дәлдікті жоғарылату мен жетілдіруге байланысты көптеген іс-әрекеттер атқару қажетпіз. Сондай-ақ өлшеу әдістерінің дамуына, қазіргі заманауи құрылғылардың жетілдіруіне байланысты геодезиялық торларды құрудың қағидаларын қайта қарастырып отыру қажет. Яғни олардың дәлдігіне қойылатын талаптар, құрудың әдістерін өзгерту сияқты қағидаларды қарастырып отыру қажет. Жалпы геодезиялық траектория тарихына тоқталсақ, біз әрине Ресейге келеміз. Себебі барлығымызға белгілі, біз КСРО мемлекетінің құрамында болдық. Сол себептен тарихқа үңілген уақытта әр уақытта Ресейді қарастырамыз. Ресей аумағында ең алғашқы геодезиялық торлар 18 ғасырда әскери, экономикалық және ғылыми мақсаттағы дәл карталарға деген сұраныс өскен уақытта геодезиялық тор құру мәселелері көтеріле бастады. Осы геодезиялық тор құруда үлкен серпіліс берген бір-екі жайт бар. Оның біріншісі 1721 жылы алғашқы топографиялық геодезиялық жұмыстар жөніндегі нұсқаулықтың шығуы. Одан кейін 1737 жылы Делил градус өлшеу және триангуляция жобасын ұсынды. Кейін 19 ғасырдың басында академик Вишневский мен генерал Теннер триангуляцияны 3 классқа бөліп, траекторларының негізін қалады. 1833 жылдан бастап Струве астрономиялық геодезиялық жұмыстар жүргізіп, әйгілі 25 градустан астам Струве доғасын жасады. Бұны біз геодезияның тарихына тоқталғанда да айтқан болатынбыз. Суретте дәл сол Струве доғасы бейнеленген. 19 ғасырдың ортасында және соңында Кавказда, Орта Азияда және де шекаралас аумақтарда ірі геодезиялық жұмыстар атқарылды.
астрономиялық геодезиялық торлар дамытылды, базистік өлшеулер мен нивелирлеулер жүргізілді. 1885 жылға қарай 850 астрономиялық пункттен тұратын алғашқы тірек-торлар құрылды, ал 1890 жылдары нивелирлеу мен координаталық жүйелерді біріктіру аяқталды. 20 ғасырдың басында фотограмметрия мен аэрофототүсіріс дамып, 1919 жылы жоғарғы геодезиялық басқарма құрылып, бірыңғай масштабтар, Гаусс-Крюгер проекциясы, Балтық биіктік жүйесі енгізілді және мемлекеттік триангуляция жүргізілді. 1930-50 жылдарда мемлекеттік геодезиялық тор толық аяқталып, триангуляцияның бірінші, екінші, үшінші класы, нивелирлеудің бірінші, екінші класы салынды. Ары қарата осы геодезиялық тірек-торлардың дамудағы үлкен серпілістер әрине екінші дүниежүзілік соғыс уақытында және де жердің жаһандық навигациялық, жерсеріктік навигациялық, яғни GNSS жүйелері пайда болған уақытта үлкен серпіліске ұшырады. Осымен біз видеоматериалымызды аяқтаймыз. Ары қарата келесі видеоматериалда сіздермен геодезиялық пункттер ге тоқталып ары қарата жалғастыратын боламыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.